Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бір Корея тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Құлпынай айына қанша табады? Кореяда жүріп қанша табыс тауып жатыр деген негізі бірнеше пікірлерді байқап қалдым. Негізі жұрттың қалтасын қараған бәрімізге қызық қой, кейбір пікірлерді қарасам, өте қарапайым киініп, қарапайым жүргенге, қолымды, шашымды басқа бір керемет блогерлер сияқты жасап жүрмегеннен кейін мені бір аянышты көріп, түгі жоқ жерге барыпты, өте қарапайым, өзіне қарамайды екен, мықты қымбат киімдер, сумкалар жоқ екен деген сияқты әңгімелер тарап жатады. Мойындаймын, менде бір үлкен бір бренд заттар жоқ, менде де жолдасымда да бренд қымбат нәрселер жоқ. Екеумізде ақшаны өте үнемдеп жұмсайтынды жақсы көретін, артық шығын шығармайтындардың қатарынданбыз. Сол үшін де бірге тұрып жатқан жарымызды күліп қоямыз. Бірақ әрине жаңағы бір қымбат бренд заттарды, сумка сияқты заттарды ұстап баратын, жақсы киініп баратын жерлер бар. Баратын орындар, кездесетін адамдар бар. Ондай жерді көрсем, қызға қарайтынымыз рас, мойындаймын. Бірақ дәл сол қымбат брендті ұстап жүрген жандар расында да бай кісілер ма? Жоқ, бай сияқты танытып, кейіп танытып жүр ма? Басынан қарыз асып жүр ма? Оны біз расында да білмейміз. Біз ойлағаннан да бұл өмірде керемет табыс табатын, жақсы табыс табатын жандар өте көп екен. Ал қазірге дейін мен өте қарапайым отбасынан болғандықтан, қазір ол бренд сумка алатын ақшам болса, ол ақшаға мен Думанның болашағына инвестиция құяр едім. Немесе, білмеймін, бір жылжымайтын мүлік алатын ем. Әлі күнге шейін сондай бір мақсат менде. Егер менде бренд алатын ақша болса, орнына осындай бір зат алатын деген сияқты. Қайда барсам, менің бағам жоғары, мен жоғары дәрежедегі адам боламын деп ойлап көргенсіздер ме? Мысалға айтатын болсам, мынау бір су. Дәл осы суды, кәдімгі осы, дәл осы суды сіз Оптом базардан алсаңыз, Корей ақшасымен айтып көрейін, Оптом базардан алсаңыз 200 вон болуы мүмкін. Дәл осы суды сіз дүкеннен алсаңыз 500 вонға алуыңыз мүмкін. Ал енді осы суды сіз асханалардан, Корей асханалардан ішетін болсаңыз 1000 вонға ішуіңіз мүмкін. Дәл осы су Қазақстанға экспортталатын болса, онда бұл 2000 вон болып баруы мүмкін. Қараңызшы, судың ішінде құрамы да өзгерген жоқ, сапасы да өзгерген жоқ. Қай жерде сатылатынына байланысты бағасы ғана өзгерді. Дәл сол сияқты менің де айлық табысым қай жерде жұмыс істейтініне байланысты әртүрлі бағада деп түсіндіргім келді. Қазір мен жалпы екі салада онлайн және офлайн жұмыс жасаймын. Қазір сіздерге онлайн офлайн табысының барлығын түсіндіремін, бірақ бұл табыстың ішінде ешқандай шығыным кірген жоқ, шығысты кіргізген жоқпын. Яғни төлеп жатқан налогым, ай сайынғы офистің арендалары, жұмысшыларының айлығы ешқайсысын қосқан жоқпын. Шығысты қоссам шатасып кететіндіктен тек қана түсіп жатқан табысты ғана айтып көрейін сіздерге. Жалпы онлайн саласында жұмыс істейтін кезде ең бірінші барлықтарыңызды қызықтыратыны YouTube. Осы YouTube арқылы қанша табыс табасың деген сұрақ ең көп келеді ғой. YouTube арқылы шамамен бір айда шамамен 100 мың теңгедей табамын. Сіздер ойлағанда YouTube бір керемет табыс бермейді, негізі ақша бермейді. Екінші, менің онлайн жұмысым ол кәріс тілін үйрету, кәріс тілін қазақша үйрету. Бір группада 30-40 адам болады, 13 мың теңгеден. Бұрындары 3-4 жыл 10 мың теңгеден болатын бір адамға. Бірақ бағасын 13 мың теңге қандай ғана өсіргеніме енді 1-2 ай болды. Себебі қазір Кореяда офисінде бағалары қымбаттап кетті, барлық нәрсе қымбаттап жатқандықтан амал жоқ өсіруіме тура келді, бірақ қандай ғана өсірдім. Бұл менің онлайн табыстарым. Жалпы мен әлі ешқандай жарнама алған жоқпын. Кейін жақсы бір жарнама шығып жатса ала жатармын, бірақ әзірше жарнамадан түсіп жатқан менде табыс жоқ. Ал енді офлайн табыстарыма келетін болсам, мен аудармашымын. Бұрындары мен бір күніме, толық бір күні аудармама $100 алатынмын. Ал қазір толық бір күніме емес, 3-4 сағатыма $100 аламын. Енді қандай жерлерге аудармаға шығамын? Жекеге. Әрине мен аудармаға шығамын. Ауруханаларға аудармаға шығамын. Полиция қызметкерлеріне, заң саласына, мектептерге, миграционныға, банктерге, әртүрлі салаларға аудармаға шығамын. Бұл менің жеке жасап жатқан аудармасым болғандықтан 3-4 сағатқа $100 аламын. Ал енді бұл жекеден бөлек мемлекеттен мен аудармаға шақырады. Мемлекеттен қай жерлерде шақырады? Ең бірінші полиция қызметкерлері шақырады. Полиция орындарына аудармаға баратын болсам, сағатына 35 мың вондай болады. Ал енді мектептерге мен мәдениет сабағынан сабақ беремін. Мектептерде, садиктерде, жоғарғы оқу орындарында сабақ беремін. Ол жерде сағатына 40 мың вондай аламын деп түсінсеңіздер болады. Келесі, мен тағы қай жерде жұмыс істеймін деймін, әрине заң саласында. Босқындарға аудармашы болып, заң бойынша заң саласында босқындарға аудармашы болып жұмыс істеймін. Ол жерде маған сағатына шамамен 60 мың вондай береді. Қарап тұрсаңыз, менің жаңа сабақ берген кездегі де сабақ өтетін уақытым 1 сағат. Аудармадағы да сағатым 1 сағат болғанымен, қай жерге баратынына байланысты
менің бағам әртүрлі. Яғни қай жерге барғаныма байланысты бағам өседі. Дәл қазір Кореяда минималды айлық көрсеткіші 1 сағатқа 9500 вон. Шамамен 10 000 вондай деп ойласаңыздар болады. Қазірге дейін тұрақты оқып, білім алып, ізденіп, еңбек етуімнің арқасында дәл осы менің 1 сағатым 9500 вон емес, әжептәуір жаңағы мен айтып жатқан әр салада әртүрлі болып өзгеріп жатыр. Ал енді дәл қазіргі уақытта мен бір күннің ішінде бір уақытымды үнемдеп бірнеше салаға аудармаға барып келгендіктен мен қазір бұрынғы үлкендердің әрбір уақытыңды үнемде, сенің әрбір уақытың ақша дегенді мен енді түсініп жатырмын шыны керек. Өйткені мен бір жерге барып келсем, сол менің уақытым ақша екенін енді түсініп жатырмын. Ал енді келесі менің офлайн салада жұмыс істейтін тағы бір жұмысым, ол медициналық туризм. Яғни Қазақстаннан Кореяға ем алуға келген жандарға көмектесу. Жалпы мен бұл пациенттерден жеке өзіме ешқандай ақша алмаймын. Әрине тек аударма қызметіме ғана аламын. Қалған пациентті келіп осында жаңағы аэропорттан қонақ үйге әкелу, ауруханаға апару, операцияның барын біліп отыру, қадағалау, қажет құжаттарын жасап беру, бұлардың барлығына мен пациенттен ешқандай ақша алмаймын. Әрине бұған біз ауруханамен контрактіде болғандықтан әскентай ауруханадан өзіміздің алатын ақшамыз бар. Ал пациенттен ешқандай ақша алмаймын. Демек, дәл осы медициналық туризмнен нақты мынандай сумма түседі деп айта алмаймын. Әр кезде әртүрлі түседі. Қазіргі менің тауып жатқан табысым, істеп жатқан жұмысым аспаннан түсе салған жоқ. Бұны мен басымды көтеріп тұрып айта аламын. Ерінбей еңбек етіп ізденгенімнің арқасында осындай бір жұмыстар жасап жатырмын деп айта аламын. Бұл менің еңбегімнің жемісі деп айтсам болатын шығар. Әрине мен қазір дәл осылай өз айлығымды айтып отырғанға бір өзінше көрініп қалуым әбден мүмкін сіздерге, бірақ бұл ешқандай өзінше емес, жай ғана менің табысымды сұрап жатқан, қызықтырып жатқан жандар бар екен, сондықтан айтып жатырмын. Бірақ мен әлі талай еңбек етіп, әлі талай оқып, білім алып, менің онлайн және офлайнды менің бағамды әлде қайда өсіремін деп ойлаймын. Дәл қазір мені көріп отырған іні сіңілдеріміз болса да, мен қандай жұмыс істеймін, жұмысты уайымдап жүрген жандар болатын болса, ең бірінші өзіңізді дамытқаннан, өзіңіздің бағаңызды дамытқан, ол ертең сіздің табатын табысыңызға да үлкен әсер етеді. Мүмкіндік болса өзіңізді барлық салада дамытқан өте жақсы екен деп ойлаймын. Әрине мен қазір осылай айтып жатқан сіздерге бір ой, өзім дамыту қайда, бір айлықпен өмір сүре берген жақсы ғой деп саған айту оңай деген сияқты бір түсініп қалуларыңыз мүмкін. Бірақ алдымызға мақсат қойсақ, барлығына жетеміз деп ойлаймын. Мысалға айтатын болсақ, алдымызға мақсат қойған кезде де, мысалға айтайын, қарапайым біз сияқты бір YouTube блогер болғыңыз келетін болса, онда сіз сол бір 100 000 оқырманы бар YouTube блогерді алдыңызға мақсат қоймай, 100 оқырман жинау, алдымен 100 оқырман жинау, одан кейін ары қарай жеткізе беру, күніне бір рет мысалға қысқа монтажды шортс видеолар салу, аптасына 2-3 рет бейнежазбалар салу YouTubeға. Осындай нәрсені мақсатқа айналдырсаңыз, ертең ол әдетке айналады екен. Мысалға дәл қазір мен аптасына бір рет YouTubeға видео салмасам кәдімгідей біртүрлі болып тұрамын, өйткені ол маған әдетке айналып қалған. Яғни өзіңізге мақсат қойып, болашаққа бір жоспар құрған кезде бір алыстағы айдалатын жететін дәрежеге жетіп қалған адамдарды мақсат қоятын болсақ, онда ана мақсатқа жетемін дегенше біз шаршап кетеміз де, сол жерден уже бас тартып кететін сияқтымыз. Сондықтан алдымызға қолымыз жете алатын, көзіміз жете алатын бір жақын жерлерге мақсат қоятын болсақ, жетіп, ары қарай үлкен биіктерді бұйыртса бағындырамыз деген ойдамын. Дәл осы бейнежазбаны көріп отырған әрбір жанға айтатыным, өздеріңізді дамытып, болашақта бұйыртса сіздердің бағаларыңыз, өздеріңіздің бағаларыңызды ұялмай, бастарыңызды көтеріп тұрып айта алатындай дәрежеге жететіндей, сондай әрбір жан сондай адам болса екен деп ойлаймын. Әрине мен де бұйыртса әлі талай еңбек етіп, бұдан да биіктерден көрініп, талай әлі адал еңбек табамын, әлі жақсы жұмыстар жасаймын деген ойдамын. Дәл осы бейнежазбаны көріп отырған әрбір жанға айтатыным, бұл ешқандай да мақтаныш бейнежазба емес, жай ғана Құлпынайдың айлық көрсеткіші қызықтырған жандар бар екен. Сол кісілерге бейнежазба түсіре отырып, менің сіздерге бейнежазба түсіріп отырып, мен де артыма бір қарауға бір мүмкіндік болды деп айта аламын. Қазірге дейін 6 айлық баламды көтеріп жүріп, сабақ оқығанымның, еңбек еткенімнің, білім алғанымның нәтижесін енді көріп келе жатырмын. Бұйыртса болашақта менің бағам бұдан да жоғары, жақсы жағына қарай өседі деген ойдамын. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.